жай қолыңды көтер білегіңді, мен айтайын тілегімді, жинап теріп мерейін, жолыңа бата берейін. Уақытты білім сарайы, шәкіртпен толсын маңайы, жер бетінде күлінбеген таң атсын, әр мектеп оқушымен бой алсын. Мектептің алтын қақпасы алдынан кең ашылар. Балаларым қош келдің деп, апай сені қарсалар. Айналайын балашым, мектепке енді сен де барасың. Әліппені үйреніп, алдында кең жол ашылар. Білек белін буып, білек сыбанып, алдында қарымды бас, оқуыңа қарымды бас. Білім ырыс кілті деп, бір-бірімен таласа, тардай боп кіресінде, таудай болып кетесің. Шыққан тауың биік болса, бақытыңа жетесің. Немерең осып, оқуға қанат қақты. Мектепте апайлардың талабы мықты. Алып шық қазақтың кең даласына, алғашқы иығына салған жүкті. Ойларыңды қоя қойып, еркелікті тастасаң, күнде ерте тұрып, оқуға бет бұрсаң, дүниедегі қызықтарды кітаптардан оқырсың, білімнің биік толқынында еркін жүзіп кетесің. Оқы, тәртіпті бол, апайыңды тыңда сен. Өміріңді сонда өрлеп, мұратыңа жетесің. Бауыржандай батыр болып, елге қорған болармысың. Абай хакімдей дана болып, даналықты айтармысың. Тоқтар атаңдай мықты болып, ғарышта ұшармысың. Қайрат ағаңдай намысты болып, жан ортаға салар болсын. Кім болсан да азамат бол, елін жерін ойласаң, аталарыңды қуантатын, жақсы оқитын болсан. Ал балам, жолың ақ болсын, әр кезде әділ бол, оқуың жақсы болсын. Мұғалімді тыңда, ер бол, азамат бол, адам бол. Жолыңа енді осы батамды тіледім. Ал айналайын балашым, мынау сенің бірінші жүгің, ұзағынан болсын. Қыркүйекте кірдім де, сыныпқа кірдім қуанып. Қарсы алды ұстаз менімен, қалтамды қопалып. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, қонақтар, бүгінгі біздің бірінші Б сыныбының әзірлеген «Қош бол әліппе» атты концерттік шарамызға қош келдіңіздер. Балалардың ең алғаш бетін ашқан оқулығы әліппе. Әліппені білу алдыңғы өмірге бастайтын көп белестердің бірі. Ендеше біз бүгінгі күні сол белестің бірін асып отырмыз. Сондықтан бүгінгі кешіміз сіздер мен біздер үшін ортақ салтанатты мереке. Олай болса, мерекемізді бастауға рұқсат етіңіздер. Армысыздар, құрметті көрермендер, ата-аналар және оқушылар. Бүгін біздің қуанышымызда шек жоқ. Өйткені біз тұңғыш рет сауатымызды ашқан әліппені бітірдік. Рас, әліппемен қоштасу тек біздің іштерімізде ғана емес, барша Қазақстан бойынша қоштасу да екен.
иә, енді біз алыстағы туыстарымызға өзіміз хат жаза аламыз. Біз енді кез келген сөздерді, сөйлемдерді, тіпті қысқа да әңгімелерді оқи аламыз. Жақсы білім көрімдік, осы сізге қалайық. Не білдік, не үйрендік, қане ортаға салайық. Хор әліппе. Anlatmanda dansımız değil, stajın olsununa göndü. Hıç ayıpteme, şu şoğunu ayıp. Tanıştırı әріпін, рақтап әріпен, әліпе деген атым, жасаған қай әріптен? Әріп деген не? Ол дыбыстың қамбасы. Сөз қараса ол ересен, бұла бірін қамбасы. Енді жаза білеміз, атты қосып әріпке. Риза болып саған жүреміз, сүйікті біз әріпке. Келгенде алғаш мектепте, білмеуші едік әріпте. Оқаймыз қазір ертекте, үйреткен оны әліппе. Әдері аналар ғой салмақты, әдері әкелер ғой ардақты, бұл деген балалар ғой әдемі. Бізді ете сүюда кәделі. Енді біз жаза білеміз, әріпті қосып әріпке риза болып саған жүреміз, әліппе жарты жылда жолдас болдым. Ана тілге әкеліп жақастырдың. Әр әріпті қосып сөз қарап, хаттанытып алға сен көзін аштың. Жаттап алсаң әріпті саналы мүшелесін бұрынғы өткен тарихта әліппені оқып білесің. Әріптерді жаттаймыз, естен мықты сақтаймыз, ұмытпаймыз бәрінде атын затын түрінде. Бар кітапқа бас болған әліппе ғылым анасы.
әліппеден басталған даналықты данасын. Әліппе сауатымен санамды аштым, достармен теңдес араластым, үйреніп әліптермен әңгімені күн сайын алға қарай қадам бастым. Жақсы кітап әліппе, үйретші де әліпке, ойын-шөппен қоштастық, әліппемен достастық. Ең алғаш қолға алған әліппені мені сүмсір сынбақ бұл кітаптың ұстазым маған кілтін алып берді. Бәрімізді сүйреткен, балаларды үйреткен әліппемен ұстазға бас еміз құрметтен. Ендігі кезекте хорымыз, мұғалім, ол біздің. Таныстан әріп қарасын боласың, сен сауатты кітаптардан тап көп сұраққа жауапты. Бүкіл қазақ баласы дәріптеген, ұштаспақпыз сүйікті әліппемен, ризамыз бәрімізді таныстырған сөзбен дыбыс әріптемен. Қош боқытты әліппе, күн нәрсені үйретті, таныстырып әріппен тақылдатып сөйлетті. Әліппемен қос атысып қаламыз, үнді қорғағына тиын аламыз, ата-ана қуанысқа ұлттар болып сағат болып не шықты баламыз. Іші тола әріпте, нау айбат әріппе, әріппе деге атының басылған қай әріптен. Қадық әріп бағалы, айтса қадір бағаны, әріпсіз сөз болмайды, буын онсыз толмайды. Әліппе деген алтыны жол, апарады сен алысқа, жеңілмес ару жол, тұрсып бақым намысқа. Әліппе сенің сырласың, әліппе досың болады, байқадың бапы үшінші тұрады, алысың сыры неде түсінші. Ата-апа атын сен бүге ретін әліппе, бүген ауыз бақылсын, сенің бірдік әліппе. Таныспаған 42 әліппен, қош бұл менің сүйікті әліппем, сенің арқан оқи жаза білгенім, сауатты адам қатарына кіргенім. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, мен сіздерге жұмбақ жастырайын, сіздер жауабын тауып көріңіздер. Іші толы әріпке, білімдегі жарық не? Әліппе! Жарайсыңдар балалар. Ендеше әліппені ортаға шақырайық. Қане білген? Әліппе! 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 Армысыздар жас достар, армысыздар ата-ана. Мен боламын әліппе, мен осылай дәріпте. Мені оқып ержеткен аға менен әпкемде. Армысыздар ата-ана, армысыздар жас достар, болашаққа жол бастар, әліппен келді ортаға. Әліппе оқулығын жазған кім? Әліппеде неше әріп бар? Дыбыс нешеге бөлінеді? Дауысты дыбыс дегеніміз не? Кім айтады? Дауысты дыбыс дегеніміз кім айтады? Қол көтерейік. Я нұрсыйлама беремін.
созылып айтылады. Қандай түспен белгіленеді? Қызыл. Ал дауыссыз дыбыс дегеніміз не? Түсті айтылады. Қандай түспен белгіленеді? Және әліпбиде дауысты әріп нешеу? Жақсы. Әліпбиде дауыссыз әріп нешеу? Міне керемет балалар, жарайсыңдар. Ал достар, бүгін енді мен сендерге ана тілін шақырамын. Ана тілін ортаға шақырайық. Сәлеметсіздер ме балалар? Туған елдің тілі мен ақылы мен танылам. Түсіндірер бәріне ана тілі мен болам. Балалар, мен сендердің болашақта сауатты азамат болатындарына сенемін. Ал енді мен сендермен қоштасамын. Қош болыңдар балалар. Сабақтарыңды жақсы оқыңдар. Қош бол, әліппе! Қош бол, әліппе! Қош бол!
Бүгінгі кеш әр үйдің тойбасы саналар, балалардың есімі әулеттерге таралар. Ырым етіп сондықтан тойымыздың соңында ақ ниетпен баршаға тілек айтар қонақтар. Ендігі сөз кезегін директордың оқушы ісі жөніндегі орынбасары Гүлшат Жолмызайынаға беріледі. Және де ата-аналарға балаларымызға